Қазіргі уақытта 18 бен 20 жас арасындағы 480 мың жас банктерге борыштар. Соның 47 мыңы қарызын қайтара алмай жүр. Өйткені қаржы ұйымдары олардың табысының бар жоғына қарамаған. Енді кірісі жоқ студенттерге кредит алуға рұқсат берілмейді. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова мәжілістегі мобильді студиямызда айтты. Мәдина Ерасылқызы, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Енді өзіңіз айтып өттіңіз, маңызды заң жобасы. Мұнымен не өзгереді, қалай болады? Кредит дейміз ғой, несие саясатында не өзгереді? Бір қатар жаңа өзгерістер көзделген. Ең біріншіден, проблемалық кредиті бар азаматтарға жаңа кредит берілмейтін осындай талап енгізіліп жатыр. Екіншіден, тұтынушылық кредиттер бойынша төлем мерзімі 90 күннен астам болса, осындай кредиттер бойынша сыйақыны есептеуге тыйым салынады. Үшіншіден, тұтынушылық кредиттер, проблемалық тұтынушылық кредиттерді коллекторлық агенттіктерге сатуға тыйым салынып жатыр. 2 жылға мораторий енгізіледі. Одан басқа банктер мен микроқаржы ұйымдары 20 ай ішінде осындай проблемалық кредит пайда болса, қарыз алушымен жұмыс істеу керек. Оның кредитін қайта қарау, оған жаңа төлем графикін ұсынуға мәжбүр болады. Әртүрлі айыпақы мен комиссияларды алып тастауға мәжбүр болады. Осындай міндет тағы да коллекторлық агенттіктерге қойылып жатыр. Енді коллекторлық агенттіктер осы соңғы 2 жылдың ішінде көптеген проблемалық қарыздарды сатып алды. Енді оларға да осындай міндет қойылады. Олар қарыз алушымен жұмыс істеп, оған жаңа жеңілдетілген төлем тәртібін ұсыну керек. Жастарға несие беру мәселесі, жаңа студенттерге айттыңыз ғой, 18 бен 21 жас аралығында. Өте жақсы норма сияқты. Кредит алатын жастар көбінесе өздерінің ресми түрде расталған кірістері болмайды. Табыс көздері жоқ. Табыс көздері жоқ, бірақ та кредиттерді бет алды ала береді. Енді осыған шектеу қойылады. Тек қана ресми түрде тіркелген табыстар болса, тек қана сол кезде микроқаржы ұйымдары, банктер кредит бере алады. Бұл осы мәселені проблемалық қарыздардың өсу мәселесін шешуге осындай оң ықпал етеді деп сенемін. Менің ойымша бұл өте тиімді заң болады. Себебі ең біріншіден проблемалық кредитің болса, жаңа кредитті енді аламайсың. Екіншіден, тұтынушылық кредит бойынша максималды шектеу қойылады. Банктер бойынша тұтынушылық кредиттің максималды сомасы 5 миллион теңге болады. Ал микроқаржы ұйымнан алынған кредиттердің максималды сомасы 3 миллион теңгені құрайды. Яғни мен азамат ретінде, Қазақстан азамат ретінде енді банкке барса, мен тек 5 миллионнан астам тұтынушылық кредит аламайым. Тек оның мөлшері 5 миллионнан аспау керек. Мәдина Ерасылқызы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Көп рахмет.